Биыл кәсіпкерлік басқармасы беретін гранттар әлеуметтік салаға бағытталды, яғни инклюзивті жобалар қолдау тапты. Жалпы өңірдің 8 әлеуметтік кәсіпкері 3 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін грант иеленді. Нұрлан Әбілдинов әлеуметтік кәсіпкер, әлеуметтік нысандарға пандус орнатумен айналысады. Жоғары сапада қызмет ұсынады, тіпті өзге қалалардан тапсырыс түседі. Кәсібін кеңейту мақсатында грант алуға жобасын қорғады. 5 миллионға қорғадым. Соны енді біз не алам, оборудование деген. Ақырын не істедік, онда біз кішкене масштаб көп деп аламадық. Потому что бізге ондай не болмады, возможность. Қолмен істейміз ғой көбінесе. Уақыт кетеді, кісілер кішкене қисық кеседі деген сияқты. Енді кішкене жобада енді масштабпен аламыз. Енді біз осы заказды ана жылдары біз Астана, Атырау, Ақтау сол жаққа жеп жүрдік. Жалпы 7 комиссия мүшесінің алдында 8 жоба қорғалды. Негізгі мақсат олардың барлығы әлеуметтік жобалар болуы керек. Біздің көзімше қорғады. Біз енді 7 адам, комиссияда 7 адам. Кім қалай дауыс бергенін білмейді. Электронды цифрлы қол арқылы бересің. Өзі платформа бар, сол платформа арқылы. Одан кейін сол жерде нәтижесі шығады. Қай адам, қай кәсіпкер грантты алды. Олардан грантты алғанда өздері береді. Соманы осынша сома маған керек деп. Сол сомасын алады. Енді оны біз мысалы 7 адамның бір-бірінің қандай, кімге, қалай дауыс бергенін білмейді. Сол жасырын дауыс беріледі. Соңында нәтижесін бәрі көреді, ашықты солай. Өткен жылдары күні кеше жеке кәсіпкер атанған азаматтар грантқа үміткер бола алатын. Биыл жағдай өзгерді. Тек әлеуметтік бағыттағы инклюзивті жобалар ғана қатысты. Осылайша 35 миллион теңге грант өзара бөлінді. Жалпы гранттан конкурсы кәсіпкерлікті, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бойынша мемлекеттік гранттар осы жылы тек қана 2 бағыт бойынша берілетін. Бірінші бағыт бір ауыл бір өнім бағдарламасы және әлеуметтік кәсіпкерлік реестріне енген кәсіпкерлер арасында тек қана осы 2 категория қатыса алады. Жалпы гранттар жылына 82 миллион беріледі. Осы жылы гранттар конкурсына 8 кәсіпкер қатысып, осы 8 кәсіпкер комиссияның шешімі бойынша қолдау алды. Жалпы гранттар сомасы шамамен 35 миллион теңге. Сонымен грант егерлері жобалардың 1,5 жылдың ішінде жүзеге асыруы тиіс. Жауапты басқарма мен даму қоры оларға мониторинг жүргізеді. Самал Қалиқызы, Айбек Ғазиз, ертіс ақпарат.